Сіздермен бірге 91 және Отбасы банк қаржылық сауаттылық курсының екінші сабағына қош келдіңіз. Бүгін біз қаржы басқаруда біздің алғашқы тәлімгеріміз кім болғаны жайында сөйлесетін боламыз. Және қаржыны жақсы түсіну үшін біз қандай кітаптар оқып, қандай ресурстарды зерттегеніміз туралы айтып кетеміз. Одан бөлек қаражат жинау туралы қызықты деректер, одан кейін шығындар мен табысты түсіну үшін қандай қосымшалармен пайдалануға болатыны жайында айтамыз. Сонымен, жалпы менің қаржы әлеміндегі ең алғашқы тәлімгерім ол менің атам. Ол саудагер болған кезінде әртүрлі неше түрлі заттар сататын, сағаттар бар, одан кейін Sega бар, Segaның кассеталары бар, көптеген ұсақ-түйектерді сататын болған. Және кейде ол Алматыға келіп, мына жақтан закуп жасайтын. Өзіне заттарды алып кететінді, оптым алатында ұржарға барып сататын. Ол кетіп қалған кезде мен оның орнына тұратын, мектеп оқып жүрген кезде. Әрине сабақтан тыс уақытта. Сондықтан сол отырған үшін атаммен менде келісім болды. Мен сол күні жасаған сауданың 10%-ын өзіме аламын. Сондықтан да менде сатуға деген құлшыныс бар болды. Сатуға тырысып жүрдім. Бірақ та мысалы 10 мың теңге жаса қойсам, атам маған 1000 теңге бәрібір бермейді. Қайтесің сен оны, әлі мектеп оқып жүрсің деп. Сол, бірақ бір кездері менде бір қызық оқиға болған. Негізі бізде сағаттар бүйтіп қатармен тұратын ғой. Құндылық жайында да әңгіме негізі. Бренд дегеннің қандай әсері бар екенше, сағаттар бүйтіп қатармен тұрады. Ең төменгі қатардағы сағаттар 500 теңге тұратын. Одан кейін өсе береді. 500 теңге, 700 теңге, 900 теңге депші. Ең жоғарда тұратындар ең қымбат сағаттар болатын. 5000 теңгеде. 5000 теңгенің сағаттары болатын. Сосын бір ата келіп, маған бір сағатты көрсетті. Мына жерде 5000 теңге тұратын сағат. Мен оны алдым да саттым. Бірақ андай несін таба алмадым. Упаковкасын ештеңесін таба алмадым. Салафанға салып бере салдым. 5000 теңгесін төледі. Алып қалдым. Сонымен сауданы жасап, сол күні негізі өте күшті сауда болды. Одан кейін атаға көрсеткен, осылай деп 5000 теңгенің сағатын саттым деп жазып қойдым ғой, енді бәрін жазып қоятын. Осындай саттым деп. Сол кезде енді 5000 теңгенің сағаттар күнде өте бермейді. Ата менен сұрайды, сен қай сағат саттың деп, қандай саттың дейді. Мына жерде тұрғанды саттым деймін. Сосын тұрады. Қандай сағат деді бүйтіп. Барып алып шықтым. Мынандай сағат па дейді. Иә дедім. Ол 500 теңге тұратын сағат қой дейді. Мен оны қателесіп қойғам дейді. Ұят болды ғой ана кісіден деп. Ол кәдімгідей ұялып жүрді. Ертең келетін шығар, айтатын шығар, сен маған не сатып жүргенсің деп, есі жоқ күтем деп ойлаған. Сол беті ол кісі келген жоқ. 500 теңгенің сағатын 5000 теңгеге алып кетті. Бұл жерде мәселе сен өзіңді бағалап, өзіңнің орында болсаң, сен баған қымбат болып кете алады екен. Ол сағатқа не бары жай ғана мына жерде тұру керек болды 5000 теңгеге өтіп кету үшін. Мына жерде тұрса, ол сол баяғы өзінің бағасына өтіп кететін еді. Жалпы сондай бір қызық оқиға болды. Бірақ атам саудамен айналысқандықтан өзі негізі көптеген әртүрлі әңгімелер айтатын. Көп жаңағы керек емес нәрсеге жұмсама деген сияқты сондай заттар. Бірақ мен алған проценттерімді ол бақыламайтын. Не нәрсеге жұмсап жатырмын, не алып жатырмын, жинап жатырмын ба, жоқ, жойып жатырмын ба, не істеп жатырмын деген сияқты. Мен көбінесе өзіме балмұздақ толтырып алып алатын, андай бірдеңелер, кәмпит, неше түрлі нәрсе алып алатын да, сонымен жүретін бір аптаға, 2 аптаға созылып деген сияқты. Сондай болып жүрді. Болды негізінде. Атаның бірақ та басты үйреткен нәрсесі, мен жұмыста отырған кезде қайта-қайта балмұздақ ала берсем, ол маған штраф салатын. 10%-дан қысқартып. Сен көп алып қойдың деп. Ол кезде андай балмұздақтар 20 теңгеліктер бар, 50 теңгеліктер бар. Мен ана жерде отырғасын кішкене ішім пысады. Еще 50 теңгеліктерді жақсы көрем. Соларды ала беретін, мен еще балмұздақ көп жейтін. Әлі күнге дейін көп жеймін. Әлі де сондайсың. 200 теңгеге, 300 теңгеге балмұздақ жеп қоямын. Көп жемеңіздер. Сол сөйтіп өзім 10% просто кетіп тастайтын кейде. Дулат сияқты болмаңыздар. Мен сияқты болмаңыздар, көп жемеңіздер. Өйткені сіздердің бүйректеріңізді түсіріп аласыздар. Көп жағдайдағыдай алғашқы тәлімгерім менің ата-анам болды. Жалпы финанстағы, жалпы ақшамен қарым-қатынастағы. Біріншіден не үшін?
Өйткені ол кісілер маған ақшаның қадірін үйретті. Біз көшіп келген кездері Өзбекстаннан менің папам өте көп жұмыс жасайтын. Және менің папама қарап, сол ақшаны үнемі бос отырмай ешқашан. Папада кішкене бір бос уақыт болса, бір жерден ақша табу жолын іздеп кететін. Соны үйрендім бірінші, ақша табудың жолдарын. Қалай бос отырып қалмай, бірден кез келген ситуацияда бір жол іздейтін. Сол екіншіден менің ағам бар және қарындасым бар. Ағам енді менен 4 жас, 5 жас үлкен, 4 жас үлкен, оған кішкене үлкен класстарда оқитын болғасын, енді ақша беретін балдармен жүруге. Және қарындасым мектепте 1-2 класс барған кездері, сол кездерін столовыйға ақша беретін. Ортаншы бала маған бермейтін вообще. Саған ақша бермейді? Маған ақша бермейді. Мен есімде емес, орта жастың кризисі деген осы. Асханаға барып, мынау сенің күнделікті асханада жейтін тамағыңа ақша деген сияқты менде ондай болған жоқ та. Және болады ғой, күнделікті балаға беретін. Ондай болған жоқ менде мүлдем. Менде бір жағынан тек маған құйылған ақша ол білімге болатын. Музыкалық мектеп, және де басқа өзінің вокалдық мектебіме сол жақтағы шығындарға. Яғни маған ата-анам үйреткені бірінші ақшаны менің өзімнің өзіме инвестицияға құюға үйретті. Ол жаңағы неден жақсы ғой, карманның расходтан 1000 есе жақсы. Мен кішкентай кезде түсінбейсің ғой оны. Сол қазір түсініп отырмын. Олар білген ғой. Содан кейін де, рахмет. Содан кейін де жаңағы неге оқуға түскен кездер маған ай сайын кішкене бір ақша беріп тұратын, бір 15-20 мың теңге. Қалғанын әрине студенттік өмір кезінде енді сен студент болдың ғой, өзің тап деп айтатын. Сондықтан да мен студент болғаннан бастап... Андай емес, сен студент болдың ғой, оқы емес. Жоқ, оқы, енді әрі қарай өзің өміріңді сүр, өзің тап деген сияқты. Мені бірден сондай үлкен өмірге дайындап тастады. Сол ата-анамның, әкемнің маған берген тәлімі осы деп ойлаймын. Бірінші, бірден кез келген ситуацияда ақша табудың жолдарын іздеу, екінші оны үнемдеп оны бағалау, және де үшінші инвестиция. Бірінші кезекте инвестиция әр адам өзіне істеу керек. Содан әрі қарай даму жолында үлкен бір жетістіктерге жетуге болады. Шын мәнісінде өте күрделі және маңызды тақырып, әсіресе жасөспірімдер үшін. Егер сіз жас кезіңізде ақырындап қаражат жинай бастасаңыз, тіпті аз мөлшерде болса да уақыт өте келе жинақтау күшінің арқасында айтарлықтай байлыққа айналуы мүмкін. Бұл кезеңнен өзім де өттім. Мысалы, негізінде балдардың алдында осы алдыңғы немесе келесіде көретін шығарылымдарда байқайтын нәрсеңіз, ол мен кішкентай кезімнен мұндай нәрсеге үйренбегем. Және де осы отбасы банкпен келісіп, кездесіп, ақылдасқан кезде ақшаны шын мәнінде жинау керек екен, және де ол болашаққа өте үлкен зор үлесін қосу керек екен түсінген кезде мен ақшаларымды жинай бастадым. Және де соның арқасында қазір қомақты сома жиналып қалды. Қандай сома екенін мен сіздерге айта алмаймын, алайда ол нәрсеге мен сенімді бола аламын, және де болашағымда мүмкін пәтер алам, мүмкін пәтер алам. 500 миллион емес па сенікі батырдық сияқты? Жоқ. Миллиард? Десе. Жоқ. Мен қаражатты кішкене кезімнен бастап енді дұрыс басқара алдым. Оған себебі мен анам болатын. Енді ата-анам десем де болады, бірақ әкем көбінесе ақша табумен жүргендіктен кейін үйге әкеп қоя беретін, ал анам оны үнемдеп бізге жұмсайтын. Бізде інім екеуміз үйде қаланың ішінде жүріп, біздің оқуымыз бар, әйтеуір қосымшамызды тауып береді. Одан кейін колледжға түскен кезімде де мысалға андай ақылы түрде түстім. Соң өзінде де ол ай сайын үнемдеп жинап отырып, жылдың аяғында әйтеуір оқуымды төлеп беретін. Бұл негізі шын айтатын кезде ол сәтте біз үшін өте қымбат болатын оқу, және де отбасы үшін өте ауыра соғатын. Бірақ соның өзінде де ата-анам осының бәрін үнемдеу арқылы бір нәрсе қылып жеткізді. Соны түсінгенде мен ең бастысы сол кезде экономикаға және де жаңағы ақшаны сақтап білу білімдері көз алдымда көрінгендіктен кейін мен одан тәжірибе жинадым.
сол ата-анама үлкен алғыс айтамыз. Сол кезде олардың көрсеткені, олар өте қатты экономия жасады, бірақ біз өте қатты. Содан мен екінші проблемаға ұрындым. Мен өзіме көп затты шектеулік болды. Бірінші сатып алатын зат дегенде 91-ге келген кездегі бірінші тапқан ақшалардың бірінде бар жоғы бір 30 мың көлемінде ақша болып біз тапқан есімдегі. Сол 30 мың теңгені 17 мың теңгесіне бір наушнигін алған маған. Сол 17 мың теңгенің наушнигін мен ала алмай 5 күн 7 күн ойланып өзімді қинап жүріп, мен үшін 17 мың теңге ұнап тұрған неміс компаниясының наушнигін алуға жүрегім бармай қойды. Сосын жүріп ойландым, мүмкін базардан барып 3 мың теңгенің наушнигі бар, маған зачем ол керек деп, сонда неше түрлі ойлармен жүріп келіп, өзімді түзеп, осы жерде алмасам өзгере алмаймын деп, сол күннен бастап қалай алдым, менде осы өзгерді. Миымдағы көзқарас өзгерді. Сол ата-анама үлкен алғыс айтамын, осы жағынан өте қатты білім көрсеткеніне. Өйткені сол кезеңдерде мен оңтүстік Кореяға барған болатын. Ол жақта менде өте аз ақшамен барғам. Сол ақшаны сол елде өзімнің керекті жарақты заттарыма жеткізе алдым. Өйткені мен анамнан көрген заттарды қалай экономить етуді, эмоцияға батып кетпей, не болса соны ала бермеу, осындай детальдардың барлығы өте қатты менің өміріме әсер етті. Ал одан кейін осы бірнеше карантин болмай тұрып, финансовый грамотность қосымшасына барғам. Бір кісіге барып, естеріңде сендер барып, ақша төлеп, бірінші өзім үшін қалай болады екен деп, соны зерттеп қайтқам. Әрине ол финансовый грамотность деген әрдайым практиканы қажет етеді. Ол неше түрлі тактикалар бар. Ол жердегі мен өзім көргенім, ең бірінші мен PIF деген затқа салып көрдім. Бірінші рет салып көрдім. Ол пай инвестиционный фонд дейді. Ішінде бірнеше компанияның акцияларын әр жерден сатып алып, соны портфелі жинайсың. Бірінші портфелім сондай болды. Екіншісі, отбасы банктың депозитін сол жылдары, сол кезде аштым. Ол екінші не болды, жаңағы корзина болды, портфель корзина болды. Сосын үшіншісі жаңа айтқандағыдай сақтау қоры десек те болады. Сол жерге мен өзімнің шығындарым жинап жүрдім. Керек кезінде мысалға енді сен жүріп бара жатырып, мысалға мойның ауырып қалды немесе аяғың ауырып қалды да, бірақ сен оған ақша дайындамап едің, өйткені сен ауырам деп ойлаған жоқсың. Сол кезде өзіңнің өмір сүріп жатқан неден ақша алмай, қаражат алмай, соны салуға болатындай сондай зат жасап бастап үйретті. Одан кейін сол жерде бір 7-8 портфельдердің түрін көрдім, оның ішінде неше түрлісін көзім ашылып, криптовалютадан бастап неше түрлі затты көріп тастағаннан кейін көзқараспен, содан кейін өзім үшін қандай портфель ыңғайлы, соны таңдап уақыт өте келе сараптап алдым. Сол финансовый сабағынан кейін бірнеше тәжірибе алып, мен түсінгенім, ақша шотты жақсы көреді. Әрдайым оны жазып отыру керек. Басында қағазға жазатын. Сосын уақыт өте келе бірнеше программалармен жазып көрдім. Соларға енгізу кішкене ыңғайлы болады. Қосымшаларға неше түрлі. Бірақ өзіме негізі жағатыны шынайы ол қағазға жазу болып қалады әлде. Қағазға жазсаң, old school ма? Иә, сен жазған кезінде бір өзіңнің жаныңды қалдырасың да, сен әрдайым қолыңның энергиясы арқылы ма, жазғаннан кейін ба, есіңде, сознаниеңде тез қалады. Сол себептен өздеріңіз шешесіздер, қандай сіздерге қосымша керек, немесе қағаз ғана керек па, ручкамен деген сияқты ғой. Қағаз және қаламсап. Өкінішке орай бізде жалпы мектептерде болсын, бастауыш сыныптарда жалғастырушы балаларға да финанстық жалпы сауаттылықты үйретпейді, қаржылық сауаттылықты үйретпейді. Сондықтан да біз өскеннен кейін, уақыт өте келе, есейіп алғаннан кейін ғана сол нәрсенің бәрін үйрену керек боламыз негізінде. Алайда енді сіздер де көріп отырсыздар, біздің де басымыздан өтіп жатыр, ол нәрсенің барлығы жай оңай нәрсе емес. Ол кәдімгідей жұмыс, ол кәдімгідей скилл, біреудің табиғи екені болады, сондай заттардың барлығын тез түсіну, өзің қолына алу деген сияқты да. Немесе біз сияқты адамдар бар, ақырындап үйренеді, оған көру керек, қателесу керек, қайттан көру керек, дұрысын іздеу керек, табу керек деген сияқты. Сол үшін мен жалпы негізі бізді көріп отқан адамдарға айтқым келетіні, бұл бірден келе салатын, бола салатын дүние емес.
яғни финанстық сауаттылық деген ол нәрсе кәдімгідей үйрену керек, уақыт бөлу керек, шынымен де шыдам керек. Сондықтан да егер бірдеңе қолыңыздан келмей жатса, немесе бір қателік кетіп жатса, тағы басқа нәрсе болып жатса, бұл нәрсенің барлығы уақытша, алдағы уақытта бірдеңесі дұрыс болады деп қайта жалғастыра беру керек деген кеңес бергім келеді. Ал бізге жалпы осы жолда финанстық жалпы әлемді кішкене зерттеу үшін, өзіміздің көзқарасымызды ұлғайту үшін әртүрлі кітаптар көмектескен болатын. Мен өз басымнан қазір қандай кітаптардан қандай ақпараттар алғанымды бөлісіп кете аламын. Қатты негізі финанстық әлемге сондай керемет кіріп кеткен жоқпын. Негізі кітаптар өте көп, әртүрлі кітаптар бар. Бірақ маған нақты өзіме оңай болған, ыңғайлы болған осы кітаптар бар. Ең бірінші кітап, көбісіне негізі кеңес ретінде айта аламын. Ол «Самый богатый человек в Вавилоне». Вавилонның ең бай адамы. Ең жеңіл тілмен берілген ақпарат, ең оңай айтылған әңгіме. Бұл жерде ең жақсысы бұл кәдімгі ертегі немесе әңгіме сияқты. Ешқандай да бір қиын сөздер, қиын неше түрлі заттар жоқ. Ауызекі тілмен. Болашақ миллионердің кітабы. Бұл шынымен де солай. Өйткені бұл кітаптан кейін мен мысалы гуманитариймін. Маған андай қиын сөздер немесе бір процент, анау-мынау деген нәрсемен түсіндіретін болса, терминдермен қолданып бастайтын болса, мен сынып қалам. Бірақ мынау сияқты кітаптар өте жақсы көмектеседі мен сияқты адамдарға. Себебі бұл жерде ең алдымен маған нақты ішімде қалып қалған нәрсе, ол әр саған түскен пайдаңның кем дегенде 10%-ын сақтап отыру. Кем дегенде 10%-ын алып қалып отыру. Ол кәдімгідей заңдылық болып кету керек. Ол сенің күнделікті әдетіңе айналып кету керек. Сол нәрсені үйретті. Екіншіден, маған үйреткені оның мына жерде бір кішкентай әңгімесі бар. Ұзақ болып кетпесе айта салайын. Бір әңгімесі бар. Бұл жігіт өзінше бір бизнес бастағысы келеді. Асыл тастарды алып келгісі келеді. Өзінің ауылына сол жерде сатайын деген ой пайда болады. Өзінің досы болады. Бірақ оның досы, қателеспесем, андай қылыштар, неше түрлі нәрселер жасайтын жігіт та. Соны сұрайды. Сен ана басқа ауылға барып асыл тастарды алып келші деп. Бірге сатайық, сосын ақшаны бөліп аламыз дейді. Ақшаны береді, жігіт барады, асыл тастарды шынымен де алып келеді. Бірақ сөйтсе ол асыл тастардың барлығы өтірік болып шығады. Оны алда кетіпті. Сол жерде ол жігіттің түсінгені, сенің досың болса да, кім болса да, о жерде маңызы жоқ. Егер де сен бір кәсіппен айналысатын болсаң, онда специалистке хабарласуың керексің. Яғни маман иесіне хабарласуың керексің, ол затпен айналысып білетін адамға хабарласуың керексің. Өзіңде білім болмаса, онда білімі бар адамнан сұра. Деген өте оңай негізінде, былай қарасаң, элементарный нәрсе, бірақ біз кейде сол заттардың барлығын ұмытып кетеміз. Одан бөлек екінші кітап, бұл жерде «Сапиенс. Краткая история человечества». Адамзаттың қысқаша тарихы. Адамзаттың қысқаша тарихы. Жалпы бұл жерде негізі финанс жайында емес. Бұл кітап жалпы адамзат жайында, бірақ ақша жайында да әңгіме қозғалып кетеді. Бұл жерде тақырып бар сондай, ақша туралы. Ол қалай пайда болды, қалай оның құндылығы пайда болды, біз ақшаға дейін қалай өмір сүрдік деген сияқты нәрсенің бәрі өте жақсы айтылған, жақсы берілген. Жалпы біз негізі ақшаның кейде не екенін ұмытып кетеміз. Біз ақшаның өзін құнды қылып тастаймыз да, қалған нәрсенің бәрін құнсыздандырып тастаймыз. Негізінде бұл баяғыдан бері бар нәрсе, біз өмір бақи бартермен ғана өмір сүретінбіз. Бартермен де мысалы қой бар, сенде маған керек бір нәрсе бар, мысалы. Менде 4 қой бар, сенде 1 жылқы бар. Деген сияқты жоқ. Одан бөлек, мысалы, менде аяқ киім бар, жақсы. Тағы бір аяқ киім бар. Сенде қой бар. Бірақ сен, мысалы, сен скиллың бар. Сен шаш қиып бере аласың ба? Мысалы деген сияқты. Мен саған өзімнің бір аяқ киімді беремін, сен шаш қиясың. Бірақ ол бартерлар барған сайын қиындай бергендіктен адамдар бір ортақ валютаға келейік деген ой қалыптастырды. Басында ол жай ғана бабы болды, кәдімгі
бірақ одан кейін ол нәрсе шіріп кететін болып шықты. Есептеу бірлігін ойлап тапты. Яғни мынанша нәрсе ол осынша нәрсе болып есептеледі деп. Сөйтіп біз ақырындап осы ақшаға да келдік. Ақшаға біз жай ғана бәріміз сеніп қалдық негізінде. Мына 10 мың деген нәрсе, 10 мың деген сан шынымен де мына нәрсенің құнымен бірдей деп. Сонымен біз жеңілірек өзара алмасатын болып кетіп қалдық ары қарай. Сондықтан да егер де сенің базаңда түсінік дұрыс қалыптасатын болса, ақша жайында, жалпы бұл финанстық әлем жайында, саған ойлану, ол нәрсеге жеңілірек қарау скилл пайда болады. Сол жайында бұл кітаптар. Мен өзім үшін осындай инсайттар берді, сіздерге де өзінікін береді деген ойдамын. Жақында мен оқыған бір кітап бар, Real Prepot, егер білетін болсаңыздар, Дәулет Арманұлы деген финансист, қазақстандық. Оның кітабы бар, «Миллион на пальцах» деген, «Миллион в инвестициях на пальцах» деген. И сол жерде ол осы Вавилонның ең бай адамдағы ережелермен жұмыс жасайды. Және де ол кітаптың тамаша жері ол біздің реалияға әкелінген. Қазақстандық. Яғни бізде жаңағы тойға жұмсайтын ақша бар, туыстарға қарыз беру бар, немесе тағы осындай кішкентай кәсіптер бар, бізде қандай проблемалар болуы мүмкін деген сияқты, соның бәрін орынды қойып береді. Және де тек қана сан емес, оның артында жатқан біздің қазақстандық адамның сезімдерімен жұмыс істейді ол кітапта. Сіз мынандай сезесіз, ол бәрі нормально, бірақ та былай болу керек деген сияқты. Егер сіз мақсатыңызға жеткіңіз келсе деген. Осындай бір әдемі кітаптар. Менде бір сұрақ бар. Егер де барлық адам, халықта, бүкіл дүние жүзінде адамдардың бәрінде $1 миллион болса, не болады? Ақша құнсызданып кетеді. Сосын болды. Хаос болады, кризис болады. Одан бетер қымбат болады. Одан бетер қымбат болады. Яғни ақшаның қажеттілігі де бар, бірақ барлығына бірдей ақша бермейді. Барлығында бірдей міндетті түрде әрине бола алмайды. Жалпы негізінде бәріміз бір социумда өмір сүрсек те, бір жүйенің астында болсақ та, қалай болса да, әркімнің біріншіден өзінің жанұясы, кішкентай отаны бөлек болады, өзінің ортасы бөлек болады. Ол жанұясы мен ортасына өзінің әсері бөлек болады. Ол әсерден кейінгі алған тәжірибесі бөлек болады. Тәжірибесіне байланысты міндетті түрде көзқарасы да бөлек болады. Сондықтан біз әртүрліміз және кім қалай қозғалады, соған байланысты барлығы беріледі. Болашақ миллионердің кітабы дейді. Бұл кітап негізі әр адамның миллионер болғанын қалайды. Алайда егерде сіздерде миллионерлік қасиет болмай, тырысып жатсаңыз, болмай жатса, көңіліңізді түсіріп, одан қатты өзіңізді андай кінәлап зат істемеңіз. Өйткені негізі мүмкін сізге қажет емес шығар деген сияқты. Өйткені жаңағы Закке сұрақ қойғандағыдай, дүние жүзінде бәрінде $1 миллион болса, ақша құнсызданып, бытыш болып кетеді, ешкімге байлық керек болмай қалады. Бұл система жұмыс істемейді. Яғни бұл системаның құрастырылуы сол иерархия бойынша миллиардерлер, триллиардерлер, миллионерлер сөйтіп істелінген. Сол себептен ең бастысы денсаулық және отбасының берекесі, ол одан қатты бағалы немесе миллиарды қуып, солмен денсаулықтан айырылып, қу жете алмайғанша. Ақша қуып кетпе. Мынандай бір ой бар тағы. Егер бұл кітаптардағы көп әлем білетін барлық кітаптардағы жүйелер, сол кітаптарда берілген кеңестер сізге қарай жұмыс жасамаса, демек сіз басқада өзіңізге керек, өзіңізге сай бір өзіңіз жүйе немесе бір жол таба аласыз. Іздене беріңіз бастысы, сол кездер жетесіз деп ойлаймын. Жігіттер, менде бір ұсыныс бар. Біз мына кітаптарды алайық та қазір. Ішіне өзіміздің тілектерді жазайық. Тілектер нақты бізден екені біліну үшін астына қол қойып кетейік. Одан кейін бұл кітаптарды сыйлайық. Бізді қарап отқан адамдарға сыйлайық. Әркім өзінің тілегін мына жерге жазып қойса болады. Бізде 3 кітап екен. Біз тағы бір кітап қосып, тағы 4 кітап жібереміз төртеміздің атымыздан. Бұл негізі аяқ астынан пайда болып қалған шара болғандықтан, жалпы бұл кітаптардың кімге түсетіні, қалай түсетіні жайында шарттардың барлығын
видеоның астында оқып түсіне аласыздар. Сондықтан да видеоның астындағы шарттар бойынша сіздерге бұл кітаптарды біз сыйлаймыз. Біз көздеріңізше осы кітаптарды қазір жазып жатырмыз. Ары қарай да бәлкім жазамыз өзіміздің тілектерімізді, ізгі ниетімізді. Сондықтан да бізбен бірге осы бұл бейнесабақты аяғына дейін көргендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізде алдынан бері басталып келе челлендж бар. Ол хэштег 91 отбасы челленджі. Ол челлендждің негізгі мағынасы: сіз мақсат қоясыз, мақсатқа ақша жинайсыз, және сол ақша жинап жатқан жолыңызбен видео арқылы бөлісесіз. Ары қарай қалған барлығын, ақпараттардың барлығын кейін біле жатарсыздар. Және де пікірлер қалдырып кетіңіздер. Жалпы осы болып жатқан финанстық бейнесабақтар бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар. Ең қызықты пікірлер, ең қызықты сұрақтардың барлығына біз алдағы уақытта жауап беретін боламыз. Бірақ бетпе-бет, яғни не сізді шақырамыз студияға, не видеодан көреміз. Бірақ соның өзінде де біз сізге бетпе-бет сол сұраққа жауап беруге тырысатын боламыз. Бетпе-бет немесе тет-а-тет. Көптен көп рахмет. Байып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған 91 және отбасы. Банк, көріскенше. Сау!